Notion презентация, өздеріңіздің сабаққа дайындап алған презентацияларыңызды ашып аласыздар. Мен 2016 жылы берсем істеп тұрмын, сіздерде қандай берсе тұрған мен білмеймін. Сондықтан оларда қалай жұмыс істейтінін және білмеймін. Олармен жасап көрген жоқ. Енді сабақта бұл жасалған анимациялардың барлығы қандай анимация тұр, соның бәрі сақталады. Мен қысқаша ғана 6 биттік анимацияны алып отырмын. Ол үшін файлға барамыз да экспорт дегенді басамыз. Создать видео. Качество для интернета деген таңдаймын. Үлкен качество, төмен качествода таңдап көріп болады. Мына жерде сопровождениемен дыбыс жазу болады. Яғни түсіндіріп отыратын. Создать видео. Селекте патшалар қорғаны. Жұмыс столын сақтаймын. Сохранить. Видеоны сақталып жатқан туралы деректі презентацияның астынан көреміз. Прогресс жүріп жатыр. Яғни бұл әр слайдқа 3 секундтан уақыт бергенде, жоқ дегенде 6 бит болатын болса, 18 секунд. Сөйтіп есептеуімізге болады. Прогресс бітті. Енді біз жұмыс столынан жаңағы ашып көрейік. Телефонға көшіріп алып, желілер мен оқушыларға тағы да басқа жерлерге таратуымызға болады. Бұнда файлдың, видео файлдың объемы 15 мегабайт. Качество өте жоғары болғаннан кейін солай болып тұр бізге. Назарларыңызға рахмет. Келесі жолы қанша сау, сәлематта болыңыздар.